Армысыздар, бармысыздар? Біздің қымбатты тыңдармандарымыз, арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Бүгінгі атқан таңдарыңыз арайланып атып, елімізге, жерімізге тек жақсылығымен келсін. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1999 жыл болған оқиға болатын. Мен сол оқиғаны сіздерге баяндап берейін. 1999 жылы Шымкент қаласына Бішкектен Рустам Бишкекский деген вор в законе разборкаға келеді. Дәл сол уақытта Шымкент қаласында Жарқынбай деген жігіт дәуірі жүріп тұрған кездеді. Жарқынбай сол жылдары Тараз қаласының тумалары аттарынан ат үркіген Атышулы Қырықбаевтарменен өте жақын қатынаста болатын. Қырықбаев Алмас дәл сол кездерде сотовый телефонның адамдарға қызмет жасай бастаған кезі болатын. Сотовый телефон менен Жарқынбайға хабарласады. Шымкент қаласына келетінін айтып, және вор в законе Бишкектің Рустам деген адамы да келетінін айтады. Ендігі жерде Жарқынбай жанына мықты жігіттерді жинап, атап айтқанда Бетай, Айдынбек және тағы басқа жігіттер Қырықбаевтар менен вор в законе Бишкекский Рустамның келуін күтеді. Бұл әңгіме мынадан басталған еді. Бір Марат деген Жамбылдың азаматы Ақтөбе қаласынан бір КамАЗ өте қымбат заттарды артып Таразға қарай шығады. Қызылордаға жақындай бергенде КамАЗ түгелдей өртеніп кетеді. Не себепті өртенді? Қалай өртенді? Осыны шешпек болып, Тараздан Қырықбаевтар, Бишкектен Рустам жанындағы жігіттерменен Шымкентке келеді екен. Жүктің иесі бұрын милицияда жұмыс істеген, дәл сол уақытта пенсияда екен. Ал КамАЗдың жүргізушісі Тараз қаласының Марат деген азаматы екен. Машина өртенгенде әлгі жүктің иесі Әлібек деген жігітті жалдап, КамАЗдың шоферын әбден ұрып, мойнына 15 миллион ақша алген екен. Осы әңгімені түпкілікті шешу үшін Тараздан Қырықбаевтар, Қырғызстаннан Рустам жанындағы жігіттермен келеді. Бұлардың кездесетін жері қазіргі уақытта Шымкент қаласына кіріп кетті. Бұрындары қаланың шеті болып саналатын үлкен сайлар болатын. Дәл сол сайдың жанымен қалың қарағаштар өсіп тұратын. Дәл осы жерде жолығатын болып, Жарқынбайдың жанында 10 шақты жігіттер бар. Қырықбаевтарда 10 шақты жігіттерменен келеді. Бірінші Жарқынбай менен Қырықбаев Алмас жолығып алады. Бұлар жолығып тұрған кезде арада 15 минут өткенде Рустам да келеді. Көліктерін сайдың табанына түсіріп, өздері қалың ағаштың көлеңкесінде тұрады. Рустамда жанында жігіттері бар. 2 машина тола жігіттермен келеді. Келіп амандасып көрісіп болғаннан соң Әлібекті Жарқынбай сотовый телефонмен звондап, дәл сол жерге шақырады. Арада 20 минут өткенде жанында 2 жігіт бар. Үшеу болып Әлібек келеді. Келіп жігіттермен амандасып болғаннан соң әңгіме басталады. Рустам татар аралас жігіт екен. Орысшалап Әлібекке сұрақ қояды. Сен Маратты көрсетіп, неге мынаны ұрып, грузит етесің дейді. Әлібек товарға немқұрайлы қарап, машинамен қоса өртеніп кеткеннен соң осындай груз бердім дейді. Сол кезде Рустам, сен бірінші неге интересоваться етпедің? Заттың, яғни товардың иесі мент екенін білмедің ба? Ол менттен қанша адам зардап шеккен? Менттің жақсысы болмайды. Біздің өмірде хороший мент, он мертвый мент деп айтады. Сондықтан менттің сөзін сөйлегенің үшін сенен спрос жасаймыз дейді. Дәл осы кезде Рустамның жанындағы 3-4 жігіт, екеуінің қолында автомат бар. Кәдімгі автомат Калашников. Осы Калашниковтың дүмбісіменен бір ұрып, етпеттен түскен Әлібекті 3-4 жан жағынан тепкілеп, басынан, ішінен, автоматтың дүмбесімен, белінен, арқасынан ұрып, быт-шытын шығарып, бет-аузы қан-қан болған Әлібекті орнынан тұрғызып, Рустам айтады: «Теперь ты понял» деп. Егер қайтадан КамАЗдың шоферына тиісетін болсаңдар, вообще алып тастаймын дейді. Сонымен не керек? Қан-қан болған Әлібекті жанындағы жігіттер бет-аузының қанын сүртіп, көліктеріне отырғызып алып кетеді. Әңгіме болғаннан соң Жарқынбай Қырықбаевтар менен Рустамды Жолшы деген кафеге тамаққа шақырады. Бұлар кафеге кіріп, үстелдерді бір-біріне қосып, үлкен үстел қылып, басына жайғасып, ас ауқатқа тапсырыс береді.
ас ауқат келіп, әркім өз қалаған тамақтарын алдырып жейді. Тамақтанып болғаннан соң, әңгіме арасында төрде отырған Рустамнан Жарқынбай жасың қаншада деп сұрайды. Рустам 30-да деп жауап береді. Жарқынбай, онда брачка екенсің ғой дейді. Деп түсінбей қалған Рустам Жарқынбайға бұрылып қарағанда, Қырықбаев Алмас орысшаны мықтылап сөйлейтін, өте оратор, қазақ тіліне де жатып қалған. Рустамға қарап, орысшалап, біздің қазақтарда жасы кішкентайларды інішек дейді. Сол себепті без затных мысл інішек деп айтып жатыр деп әңгімені әдемілеп жібереді. Ас ауқат ішіп болғаннан соң Рустам қош айтысып жанындағы жігіттерменен Бішкекке жүріп кетеді. Рустам кеткеннен соң Қырықбаев Алмас Жарқынбайға қарап, ұрыларды, вор законелерді дияхан, пахан, не болмаса братан деп айтады. Братишка деп айтуға болмайды дейді. Жарқынбай қазақтың нағыз көзсіз батыры болатын. Ол дияхан, пахан дегенді вообще түсініп көрген емес. Ол қазақтың дала батыры еді. 100 жігіт тұрса, қорықпай жалғыз өзі келе беретін. Сондықтан ол қылмыс әлемінің заңына бағынған емес. Алмасқа қарап, боғыммен жасты баланы қалай братан деп айтамын дейді. Алмас күліп, Жарқынбайдың арқасынан қағып, ой жәке, нағыз азаматсың ғой дейді. Не керек? Кештетіп, Қырықбаев Алмас та Жарқынбайменен қош айтысып, Таразға қайтады. Арада бір 2 ай өткенде Шымкент қаласына Дато деген грузин ұры келеді. Жігіттердің бәрі бұндай кезде Жарқынбаймен хабарласады. Жарқынбай дереу хабарласқан жерге келіп, бұрын аэровокзал деп аталатын кішкентай базарчик болатын. Сол базарчиктің жанында 300 метрдей ара қашықтықта кішкене арықтан су ағып жататын. Дәл сол жерге қаланың жігіттері келіп, көліктерін жуушы еді. Дәл қазіргі таңда дәл сол жерге үлкен монша соғылып кетті. Сол жерге Жарқынбайды шақырады. Жарқынбайдың дәл сол уақытта Nissan Maxima деген әппақ машинасы болатын. Сол Nissan Maximасы менен Жарқынбай жолдан бұрылып, топырлап тұрған машиналардың қасына келіп тоқтайды. Машинадан түсіп, әлгі топырлаған жерге келсе, бір грузин апарып әкеліп тұр екен. Орысшаға жатып алған. Кавказдың акцентіменен сол жерде тұрған жігіттерге от жизни по жизни әңгімеден жіберіп тұр екен. Жарқынбай келе сала, әлгі грузинмен амандасып, қазақшалап сөйлейді. Сен кімсің өзі деп, Датоның жағындағы, Датоға жағымпазданып жүрген қазақ жігіттері Жарқынбайдың сөзін Датоға орысшалап аударып береді. Жарқынбай сол кезде Датоға қарап тұрып, сен келсең бұл қалаға тек қонақ болып кел, әңгімені біз өзіміз шешеміз. Егер оған көнбесең, қазір осы жерде сазайыңды тарттырамын дейді. Шымкент қаласының әңгімесін мен шешемін, мен Жарқынбаймын дейді. Әлгі ұры Жарқынбайдың сесінен сескенді ма, әлде мысы басып кетті ма, үнсіз қалады. Жарқынбай осыны пайдаланып, қане жүріңдер, әуелі тамақтанайық, әңгімені сосын жалғастырамыз. Қазақта үйіңе жылан келсе де басына ақ құяды деген сөз бар. Бұл қонақ па? Мен қонақ кәдемді жасайын дейді. Не керек, бұлар кафеге барып, тамақтанып отырып, әлгі Датоға Жарқынбай өз номерін беріп, қандай да бір вопрос болса, маған звонда дейді. Не керек? Датоның қасындағы жігіттер де Жарқынбайға шамалары келмейтінін біліп, бәрі мақұлдасады. Міне қымбатты тыңдармандар, Шымкент қаласында Жарқынбай деген азамат шеттен келген қылмыс әлемінің лидерлеріне еш уақытта мүмкіндік берген емес. Ал қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады дешөді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарыштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.